Жетістікке жетудің 3 ережесі. Өзгелерден артық білу, өзгелерден көп еңбектену, өзгелер күткеннен азға үміт ету. Боранды күні берілген уәде, тынық күні ұмытылады. Достық әлсізденген сайын, сыпайылық арта түседі. Ең жақсысы бетке айтылған ақиқат. Балдың тәттілігі сонша, ең соңында ащылық сезіледі. Көп болған сайын дәмі кетеді. Дүниедегі ең оңай нәрсе біреуге ақыл айту. Ең қиын нәрсе өзіңді өзің түсіну. Жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы. Тәрбиенің бірінші шарты балаға жақсы есім таңдау. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Тек бір ғана жақсылық бар, ол білім. Тек бір ғана жамандық бар, ол надандық. Ақымақ адам қателессе, оны біреуге аударуға тырысады. Ақылды адам қателессе, оны өзі түзей бастайды. Бәрін түсіну мақсат емес. Біліп тұрып түсінбеу жақсы ат емес. Кейде ауыр жол адамды шынықтыратын да шығар. Шынықтырамын деп сынып қалатында кез болады. Ең үлкен қателік ол қателеспеу. Төрде отырып, теріс сөйлегеннен без. Есікте отырып, керіс сөйлегеннен без. Жасауы мол келіннің күйеуі жуас келеді. Өтірікті кешіруге болады, ақтауға болмайды. Жақсы адамдардың жүрегінде жақсы, жаман адамдардың жүрегінде жаман ойлар жүреді. Нүкте қашанда қалауыңызға қарай қойылады. Адам қызметіне кіріспей, қазына тумайды. Адамның адал ұлы болам десең, алдымен нәпсіңді тый. Басына ауыр қайғы түскен кісі, адамның ең сорлысы өзі де ойлайды. Адамда екі түрлі мақсат болады. Бірі тән мақсаты, екіншісі жан мақсаты. Бай мен кедейді теңеу, байдың малын кедейге бөліп беру, кедейді еріншектікке, еңбексіз мал табуға дағдыландырып жіберетін жол. Мақсат үшін айтылған, жазылған сөздің құны болмайды. Шын дос жақсылықты ұмытпаған дос. Кей адамнан ит ілгері, достықты ұмытпайды, адал қызмет етеді. Өзіңе тілемеген жамандықты басқаға да тілеме. Өзіңе істеген жақсылықты
басқадан қызғанба. Өзінде барды өзгелерге бере алмайтын адам өзгелерде барды көре алмайды. Сыртқы сұлулық толық болу үшін ішкі сұлулықпен жандануы керек. Жақсылық істеуден жалықпа. Істеген жақсылығыңа өкінбе. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Сөзді бағалау, сөзге тоқтау, сөзден мағына іздеу адамды мәдениеттендіре түседі. Біздің бақытымыздың 9-ы денсаулыққа байланысты. Жақын адамдардың, достардың, жалпы азаматтың жақсылығына сеніп, адамды құрметтей білу әдептіліктің, адамгершіліктің белгісі. Озар елдің қызы мінезді, ұлы, өнерлі келеді. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Жақсы адам болу сіздің көзқарасыңызды өзгертуден басқа ештеңе емес. Сіз кім екеніңізді жасыра алмайсыз. Бұл сізге тек ауыртпалыға келеді. Сені мақтаған бір адамға сынайтын 100 адам бар. Біз өз өмірімізді, өзіміздің кім екенімізді және не істеу үшін жаратылғанымызды білуге жұмсауымыз керек. Біз өмірімізді адамдар менің не істегенімді қалайды деген сұрақпен өткіземіз. Олар менің кім болғанымды қалайды, бірақ бұл біздің ішкі шындыққа опасыздық. Өмір сіздің кімді білетініңізде емес, сізді кім білетінінде және сіз нені жақтайтыныңызда.